Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар. Экс-депутат Серік Абдрахманов өз сұхбатында қаңтар оқиғасы кезінде Қасым-Жомарт Тоқаевты Ұлттық қауіпсіздік комитеті бұрынғы басшысы Кәрім Мәсімовтің өлтірмек болғанын айтты. Оның сөзінше, алдағы уақытта президентке тағы да қиянат жасалуы мүмкін. Серік Абдрахманов мемлекет басшысының билікті жалғыз екенін мәлімдеді. Қасым-Жомарттың біз үшін басты құндылығы ол ұры емес, таза адам. Қаңтарда Мәсімов оны өлтіруге келгенде жанындағы оққалары бар. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қазіргі төрағасы Сағынбаев бар. Тойтарыс беріп, Кәрім Мәсімовты қамауға алды, мінез көрсетті. Өзінің тазалығымен қалды, деді Серік Абдрахманов. Экс-депутаттың сөзінше, алдағы уақытта президентке қастандық жасалуы мүмкін. Тоқаевтың басты мақсаты мәжіліс сайлауын өткізіп, депутаттарды халықтан сайлаттау. Қазір халықтың арасынан шығып, мәжіліске сайлану мүмкін емес. Президенттің артында мәжіліс тұрса, ұрылар именеді. Қазір жасанды мәжіліс отыр, олар үндемейді. Ал Тоқаев билікте жалғыз, бұлар президентке қиянат жасау мүмкін. Сенатта да Кәрім Мәсімов пен Болат Назарбаевтың адамдар отыр. Егер президентке бірдене болса, міндетін атқарушы болып тағайындалады.